Әйел қанша сұлу болса, сонша адал болуы керек. Өйткені оның сұлулықтан көрер кесірін адалдық қана жеңе алады. Біздің жерімізде еркек діңгек, әйел гүл. Діңгек жапырақсыз, гүлсіз. Қазақша айтқанда қубас деген сөз. Әйел құнарлы топырақ. Онда адамзат дәні өсіп жетіледі. Біз сол дәннің жемісіміз. Әйелсіз адамзат жемісі ешқашанда болмайды. Әйелдің сайқалы бірді ғана арбайды. Әдебиет сайқалының мыңға зиян тиеді. Әйел ашуланса жеңіледі, еркелесе жеңеді. Біз әйелді әйел сыңайынан таныған елміз. Қазақ әйелі аз ғана жәрдем бергенді ұмытпайды, тезірек еселеп қайтаруға тырысады. Ерте заманда қазақ ішінде қылмыс жасаған әйел заты үшін жазаның ең үлкені оның бұрымын кесу болған екен. Совет үкіметі орнағалы бері әйелдер өзін-өзі жазалап келе жатыр. Әр нағыз еркекте ойнағысы келетін жасырын бала болады. Олардан баланы тауып алыңыздар, әйелдер. Әйел болмаса еркек есінен, еркек болмаса әйел ажарынан айырылады. Бар еркек құбыжық әйелдерге тек дұрыстап тамақтандыру ғана қалады. Әйел адам гүлмен тең. Әйел 40-қа келгенше өнін бермесе қасиет, еркек 40-қа келгенше есі кірмесе қасірет. Әйел шынымен жылап алса ажарланып кетеді. Не іске де әйел араласса бәрі жақсы аяқталатынына сенімдімін. Әйел әлемді басқаратынын түсіндім. Әйелдер тек жасаған опасыздықты кешіре алмайды. Егер ойын ережесін басынан ұйымдастыратын болсаңыз, әйелдер оны еріксіз қабылдайды. Алайда ойын барысында ереженің өзгергенін жандар сүймейді. Қоғамның әйелдер секілді бір ғана құқығы бар. Ол басқарылуға бейім болу. Еркекке жүрек керек, әйелге тірек керек. Кей адам кілт етпе келеді, бірақ ол жас балаға, сұлу әйелге және ұлы адамға ғана жарасады. Бұл үшеуінен басқаға біткен қыңырлық қырсықпен тең. Оппозиция әйелінен басталады, ол сенің жанашырың. Ұсқынсыз әйел болмайды, еріншек әйел болады. Барлық әйел сұлу болып тумайды, ал 30 жасқа дейін әдеміленбесе, оның жай ғана ақымақ болғаны. Мен бүкіл әлем әйелдері үшін киім тігіп шығардым, ал олар келіп жалаңаш жүруге тырысады. Әйелдер үшін киініп өзара бәсекелестейді, ол рас. Бірақ егер жер бетінде ер адамдар болмаса, олар тіпті киінбес еді. Әйел ердің тәңірі, жарата да алады, сүйдіре де алады, күйдіре де алады. Мәдениеттілігін мәртебелі әйеліне қарайтынымен өлшенеді. Әйелдің өз перзентін үйретіп өсіруге ұмтылуы қолында бар және оған мұнымен бірге осыған сай қабілет бар. Әйелін көңілдесін емес, бүкіл ғұмырлық досын, әрі серігін. Демек, оны біз егде тартқан әйел болған шағында да, кемпір болған кезінде де сүюге ерте бастан ойланып, дағдылана білуіміз ләзім. Табиғат әйелге былай дейді: қолынан келсе сұлу бол, қаласан дана бол, ал саналы бол, ақылды болуға міндеттісің. Әйел мен еркек арасында достық болмайды, көңілдестік болмаса. Әйелге әмірін жүргізе білген мемлекетті де басқара алады. Әйел асқақтаса жылайды, еркек асқақтаса құлайды. Мінсіз күйеу, мінсіз әйелім бар деп есептейтін керек еркек. Үй үшін жаман әйел тұмандатар, домалап әрбір жерде құмандатар. Тазалық бұл әйелде болмаған соң күнәға жігіт адам сонда батар. Жер бетінде ең нәзік дүние әйелдің махаббаты. Бір қателік, жағымсыз сөз, қату қабақ. Бітті, сезімнің күлі көкке ұшқаны. Мына нәрсе есінде болсын қарақ. Ешқашан, тағы да бір рет, ешқашан сүйген әйелін үшін жасаған кез келген әрекетімен оның көзінде күлкілі болуын мүмкін емес. Сүйсен әйелді пір тұт, сүймесен жайына қалдыр, басқасының бәрі өтірік. Ешкісі семіз, қойы арық, мал сорлысы, топырағын сортаң, су ащы, жер сорлысы, әйелі семіз, ері арық, ел сорлысы. Күшті махаббат қана күйеудің бойындағы кінәратты жеңеді. Күшті махаббаты бар, ақылды, сабырлы әйел ғана жаман жігітке жар жасап алады. Содан кейін олардың бірінің айтқанынан бірі шықпай, сыйласымды тату өмірді бастарынан кешіреді. Бұл жолда әйелдің көп қажыр қайраты жұмсалады. Ол жақсы жарды содан соң бар бала табады.